Қадірменді қауым, елімізде Қазақстанның жаңа конституциясын талқылау жүріп жатыр. Талқылау өте қызу жүруде. Бұл Қазақстанның азаматтарының біздің еліміздің болашағы үшін бейжай емес екендігін көрсетеді. Дегенмен, ақпарат кеңістігінде осы конституцияның табиғатына сәйкес келмейтін жалған ақпаратта тарап жүр. Сондықтан біз осы конституцияның саяси ландшафтын қарастырып өтуіміз керек. Осы конституция жобасының 43-ші бабында Қазақстан Республикасының президенті 7 жылға сайланады деп жазылған. Және бір тұлға бір мерзімнен артық сайлана алмайды. Осы 43-ші баптың 5-ші тармағында бұл баптың 1-ші тармағының ережелері өзгермейді деп жазылған. Яғни бұл біздің елімізде бір тұлғаның бірақ мерзімге сайланатындығын көрсетіп тұр. Бұл конституция Назарбаевтың жүйесінен ат құйрығын кесу болып табылады. Осы конституцияның осы 43-ші бабына сәйкес біздің елімізде енді билік өзгеріп тұратын болады. Бұл демократияның ең негізгі нышаны. Құрылтайдың құзыреті. 56-шы баптың 16-шы тармағына сәйкес, егер де бюджеттің атқарылуы жөніндегі өкіметтің есебін құрылтай мақұлдамайтын болса, ол сенімсіздік вотумын жариялаған болып табылады. Құрылтай депутаттарының 3-тен 2-сі қандай да бір министр өзінің жұмысын дұрыс атқармай жатыр деп шешім шығарса, бұл шешіммен президент келісіп, министр отставкаға кетуі қажет. Бұл биліктер институтындағы құрылтайдың рөлінің артып келе жатқандығын көрсетеді. Аталған конституция бойынша халықтық кеңес құрылады. Халықтық кеңес Қазақстан халқының мүддесін тікелей білдіретін консультативтік орган. Осы конституцияға халықтық кеңестің институтының енуі бұл қазақтың ежелден келе жатқан дала демократиясының элементтерін бүгінгі Қазақстанның саяси сахнасына имплементация жасау болып табылады. Бұл конституцияның халықтың мүддесі тұрғысынан жасалғандығын көрсетеді. Құрметті қауым, мен айтқан фактілер жаңа конституция жобасының архитектурасы. Сондықтан жасанды сөзбен емес, нақты фактіге сүйенген дұрыс.